Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 76-шы бетіндегі 948-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын, сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Кәнеке бастайық. Өрнектің мәнін табыңдар. Балалар, бізге бірнеше өрнек берілген екен. Осы өрнектердің мәнін табуымыз керек. Ендеше біріншісінен бастайық. Бірінші дейміз. 8,8а қосылған 25-тен 3. Мұндағы а дегеніміз бізде 0,1-ге тең дейді. Ендеше аның орнына 0,1-ді жазайық. 8,8 көбейтілген 0,1 қосылған 25-тен 3 дейміз. 25-тен 3-ті бізге балалар ондық бөлшекке айналдыру керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 4-ке көбейтеміз. Енді ең бірінші бізге одан кейін көбейту амалын орындауымыз керек. 0,1-ге көбейткен, 0,1, 100-ден 1, 1000-1 деген сияқты сандарға көбейтетін болсақ балалар, ондық бөлшектің үтірі солға қарай жылжитын болады. Ондағы 0 цифрының санына байланысты үтірі де сонша рет жылжиды. Мұнда 0-ден біреу бар екен. Демек солға қарай 1 рет жылжытамыз. Сонда 0,100-ден 88 болады. Қосылған 3, 4, 12, 25-ті 4-ке көбейтсек 100 болады. Тең дейміз. 0,100-ден 88 қосылған бүтін бөлігі 0 болғандықтан 0,1 дейміз. 100-де 2 0 бар, үтірден кейін 12 жазылады. Енді 0,100-ден 88-ге 0,100-ден 12-ні қосатын боламын. 88 қосылған 0,100-ден 12. 8-ге 2-ні қоссам 10, 0 түсіп 1 ойда. 8-ге 1-ді қоссам 9, ойдағы мен 10, 0 түсіп 1 ойда. 0-ге 0-ді қоссақ 0, ойдағы мен 1. 1,100-ден 0 болды. 1,100-ден 0 балалар 1-ге тең. Демек бірінші өрнектің мәні 1-ге тең болады деген сөз. Енді келесі екінші. Екінші берілгенін жазып алайық. 20-дан 7 қосылған 165 б дейміз. Мұндағы б дегеніміз 0,100-ден 1-ге тең екен. Енді бұның орнына 0,100-ден 1-ді жазайық. 20-дан 7 қосылған 165 көбейтілген 0,100-ден 1 дейміз. 20-дан 7-ні ондық бөлшекке айналдыру керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 5-ке көбейтеміз. Одан бұрын ең бірінші көбейту амалын орындаймыз. 0,100-ден 1-ге көбейтілген екен. 0,100-ден 1-ге көбейткен кезде балалар үтіріміз солға қарай 2 рет жылжитын болады. Себебі 2 0 бар. Сонда 165 натурал сан үтірі 5-тен кейін, яғни соңғы цифрдан кейін тұрады. Үтірін солға қарай 2 рет жылжыстақ 1,100-ден 65. Ендеше жазып алайық. 1,100-ден 65 қосылған. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. 7, 5, 35, 20-ны 5-ке көбейтсек 100 болады. Тең дейміз. 1,100-ден 65 қосылған. Бүтін бөлігі жоқ, сондықтан 0,5 дейміз. 35-те 2 цифры бар. 0,100-ден 35 болады. Кәне баған түрінде қосайық. 1,100-ден 65 қосылған 0,100-ден 35. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 0 түсіп 1 ойда. 6-ға 3-ті қоссақ 9, ойдағы мен 10, 0 түсіп 1 ойда. 1-ге 0-ді қоссақ 1, ойдағы мен 2. Үтірді қойсақ 2,100-ден 0 болды. Ол 2-ге тең. Демек екінші өрнектің мәні балалар 2 болады екен. Енді келесі үшінші. Үшінші дейміз. 0,1000-дан 2а азайтылған 4-тен 3 екен. Мұндағы а дегеніміз бізде 1000-ға тең дейді. Кәнеге енді аның орнына 1000-ды жазайық. 0,1000-дан 2 көбейтілген 1000 дейміз. Азайтылған 4-тен 3. Кез келген санды 1000-ға көбейткен кезде балалар 1000-да 3 0 болғандықтан үтіріміз 3 рет 10-ға қарай жылжиды. Ал 4-тен 3-ті ондық бөлшекке айналдыру үшін алымы мен бөлімін 25-ке көбейтемін. Сонымен үтірді 3 рет 10-ға қарай жылжытатын болса, менде 2 болады. 2 азайтылған дейміз. 4-ті 25-ке көбейтсек 100 болады. 3-ті 25-ке көбейтсек 75 болады.
2 азайтылған дейміз, бүтін бөлігі жоқ, сондықтан 0,175 болады. 2-ден 0,175-ті азайтайын. 2-ден кейін өтірік қойып 2 0 тіркейміз, сонда 0-ден 5-ті азайта алмаймыз, сонда мұнда 9, 10, 10-нан 5-ті азайтсақ 5, 9-дан 7-ні азайтсақ 2, 2-нің орнында 1, 1-ден 0-ді азайтсақ 1, 1,25 болды. Мінеки, үшінші өрнегіміздің мәні 1,125-ке тең болады екен. Келесі төртінші өрнегіміз 5-тен 4 азайтылған 0,3 б. Мұндағы б дегеніміз бізде 100-ге тең дейді. Кәне бұның орнына 100-ді жазайық. 5-тен 4 азайтылған 0,3 көбейтілген 100 болады екен. Тең дейміз. 5-тен 4-ті ондық бөлшекке айналдыру керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 2-ге көбейтемін. 2 4 8, 2 5 10 азайтылған 0,3-ті 100-ге көбейтеміз. Ондық бөлшекті 100-ге көбейткен кезде үтіріміз 10-ға қарай жылжиды. 100-де 2 0 болғандықтан 2 рет жылжиды. Сонда 2 рет жылжыса 0,3 болады екен. Тең дейміз. 10-нан 8 дегеніміз 0,8-ге тең. 0,8-ден 0,3-ті баған түрінде азайтайық. Азайтылған 0,3, 8-ден 3-ті азайтсақ 5, 0-ден 0-ді азайтсақ 0, 0,5 болды. Мінеки, бізге берілген барлық өрнектердің мәнін таптық. Жарайсыңдар. Осымен біздің 76-шы беттегі 948-ші тапсырмамыз аяқталды балалар.